Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатырылатын жартылай дайын өнім түрі тефтелидің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдын ала осылай қатырып қойсаңыз, асыққан кезде уақытыңызды үнемдеуге көмектеседі. Алдағы уақытта осындай дайын өнімдердің түр-түрімен бөлісетін боламын, сондықтан менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдымен фаршымызға күрішімізді тазалап саламыз. Дәміне қарай бұрыш, тұз қосамыз. Пиязымызды өте қатты ұсақтамай турап аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған фаршымызды салафанға салып, мұздатқышқа 2 сағатқа қоямыз. Мұздатқыштан фаршымызды шығарып, қайтадан ет тартқыштан өткіземіз. Бұл процесс тефтелиді пісіру барысында күрішінің ыдырап формасын жоғалтпауына көмектеседі. Тефтелиімізді жасауға кірісеміз, барлығын 77-78 граммнан өлшеп, осылай біріктіріп жасап шығамыз. Тефтели қатқаннан кейін оңай алыну үшін қатыратын ыдысымыздың бетіне пергамент қағазын төсейміз. Барлық тефтелилерімізді осылай бірдей формада өлшеп жасап шығамыз. Дайын болған тефтелилерімізді мұздатқышқа қатқанша қоямыз. Тефтели әбден қатқаннан кейін салафанға немесе бір реттік ыдыстарға салып сақтасаңыздар болады. Міне біздің тефтелилеріміз дайын болды. Кез келген уақытта мұздатқыштан шығарып пайдалана берсеңіздер болады. Уақытыңызды да үнемдеуге таптырмас шешім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.